Сәлеметсіздер ме? Құрметті аналар, балалар, бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз баланың самооценкасын, самостоятельность, жауапкершілікке қалай дағдылауға болады. Яғни бұл жерде ең бірінші самостоятельность, яғни өзіне өзі жауапкершілік, өзіне өзіне қызмет дегенге тоқталайық. Яғни өзі аты айтып тұрғандай, өзіне өзі қызмет, өзіне өзі жауапкершілік деген берілген жауапкершіліктерді шынайы сезіммен орындай отырып қалыптасатын қасиет болып табылады. Енді самостоятельность, жеке тұлғалық қалыптасуына самостоятельностьқа келетін болсақ, бұл самостоятельность бала туылған кезден бастап қалыптасады. Себебі айтатын болсақ, кішкентай нәресте кезінде, 5-6 айлық кезінде бала бір жағына аунап, әрекет жасап жатқан кезде, ана аунай қиналып, бүйтіп отыруға қиналып, еңбектеуге қиналып жатқан кезде мамасы көмек көрсетіп жүреді. Сол кезде мамалар көмектеспейміз. Себебі ол балаға да ойлау қабілетіне кері әсерін тигізеді. Әрбір аунайтын кезде, әрбір еңбектегісі келген кезде, әрбір жүргісі келген кезде балаға ана көмектесе беретін болса, үнемі көмектесіп отыра беретін болса, балада ой қалыптасады. Неге мен істейтін іске басқа біреу істеп көмектесе алса, неге мен артық іс істеймін деген ой қалыптасады. Сол ой болашақта өсе келе өзінің әдетіне, дағдысына айналып кетеді. Бұл дұрыс емес. Көмектеспей, өзіне өзі жауапкершілікті баланың өзіне кішкентайынан артып үйрену керек. Ол болашақта да кері әсерін тигізеді. Например, үлкен болған кезде, мысалы мектепте оқып жүрген кезде, бір жауапты істі тапсырған кезде, істі аяғына дейін жеткізбейтін болып қалады бала. Өйткені ол үшін басқа біреу тірлігін істеп тұр ғой. Ол үшін басқа біреу істеп тұр. Сол сияқты жауапкершілікті өзіне сезінбей, басқа біреуге итеруге тырысады. Баланы жауапкершілікке дағдылау, ол тікелей анаға байланысты. Балаға жаңа дағдыны үйрету өте қиындыққа соғады. Өйткені жаңа дағдыны үйрену бала үшін қиын. Өйткені ол белгілі бір істі, белгілі бір нәрсені жаса деп былай ата-анасы өтініш айтатын болса, жұмсасады, көмектес деп шақыратын болса, ол ыңырсиды, қыңсылайды, солай өзінің қарсылығын білдіреді. Жаңа әдетке тез үйренісу қиын. Өйткені оған уақыт керек. Ол дағдыны бала өзіне қалыптастыру үшін бірталай уақыт керек. Ал оны бала уақыт күтпейді, уақыт күткенді қаламайды бала. Ең оңай жолы, оңай деп те айтамыз енді, ананың балаға күніне бір рет ол істің қалай жасалатынын көрсетуі керек. Және ол сол нәтижесінде баланың эмоциясын қабылдай білуі анасының. Егер бала ол анасының тапсырған ісін нәтижелі жасап аяқтаса, сол нәтижесінде баланы анасы қуанта алса, эмоциямен положительный дейміз ғой, положительный көңіл бөліп, положительный баға беретін болса, онда ол балада самооценка, жауапкершілік, самостоятельность үшеуі бірдей қалыптасатын болады. Және де менің айтып кететін бір нәрсем бар. Енді көбінесе қыздарымызды үйде аналар үй шаруасына, үй тірлігіне жұмсаймыз. Сол кезде сен дұрыс істемедің, сенікі дұрыс емес деп басқа бір сәсеттің, көршінің, ағайын туысқандардың балдарымен салыстырудың қажеті жоқ. Қаншалықты бала тапсырған ісіңізді, үй шаруасын қаншалықты істей алды, шамасына қарай, соншалықты оған көңіл аударып, дұрыс жағынан бағалаймыз. Бағалағанда сенікі дұрыс, сенікі керемет, болмаса өзіңіздің көңіліңізде, ата-ана өзіңіздің көңіліңіздегідей істемесе, бала
тапсырған істің тірлігіңізді, онда жарайды, бұл жолы бұның дұрыс болмады, келесі жолы бұдан да жақсырақ істе деген сияқты дұрыс жолдарды айтамыз. Сен ақымақсың, топасың, қолыңнан түк келмейді деген ондай сөздерді айтпаймыз. Егер ондай сөздерді балалар еститін болса, онда ол менің түкке де керегім жоқ деген басқаша өзіне өзі сенімсіздік қалыптасады. Баланы сенімсіздікке, самооценкасы төмен қылып тәрбиелемейміз. Қазіргі қоғамда басыңды көтеріп жүр, самооценкаң биік болсын деп, самооценканы ата-ана өзі қалыптастырады.